Саламатсыздармы, 5-ші сыныптың оқушылары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санның бөлігін табу, бөлік бойынша санды табу. Санның бөлігін табу үшін санды осы бөлшекке көбейту керек. Осы ережені мына 667 есепте қолданып көрейік. Бірінші, 15-тің 5-тен 3 бөлігін табу үшін 15-ті 5-тен 3-ке көбейтеміз. 15 пен 5 5-ке қысқарады, сонда мында 3 9 болады. Келесі екінші, 20-ның 5-тен 4 бөлігін табу керек. Осын 20-ны 5-тен 4 көбейтем, 20 мен 5 қысқарады, 4 4 16 болады. Дәл осылай келесілерде осы жолмен шығарыла береді. Келесі екінші ереже бөлігі бойынша санды табу. Бөлігі бойынша санды табу үшін бөлікке сәйкес санды осы бөлшекке бөлу керек. Енді осы ережені мына 668 есепте қолданайық. Яғни 4-тен 1-і 80-ге тең болатын санды табу үшін 80-ді бөлем 4-тен 1-ге. Енді бөлшекті бөлшекке бөлу ережесі бойынша 80-ді көбейтем, 4-тен 1-дің кері саны 4-ке, сонда 320-ға тең болады. Дәл осылай екіншіде 10-нан 1 10-ға тең болатын санды табу үшін 10-ды бөлем 10-нан 1-ге, 10-ды көбейтем 10-ға, сонда 100-ге тең болады. Дәл осылай келесілерде шығарыла береді. Келесі 669 есеп шамалардың бөлігін тап. Анағы бірінші ереже бойынша 8 метрдің 4-тен 3 бөлігін табу керек. Ол үшін 8-ді көбейтем 4-тен 3-ке. 8 мен 4 қысқарады, сонда 6-ға тең болады. Келесі екінші 12-нің 8-ден 5 бөлігі, 12-ні 8-ден 5-ке көбейтем. 4-ке қысқартам. Мұнда 2, мұнда 3 қалады, сонда 2-ден 15, ол дегеніміз 7-бүтін 2-ден 1. Дәл осылай келесілерде шығарыла береді. Келесі 670 есеп. Бірінші 75 метр матаның 5-тен 2-сінен балаларға көйлек тігілді. Балаларға көйлек неше метр матадан тігілді? Бірінші 75-тің 5-тен 2 бөлігін табу үшін 75-ті 5-тен 2 көбейтем, қысқарады, 15-ті 2 көбейтем, сонда 30. Сонда балаларға 30 метр матадан көйлек тігілді деген сөз. Екінші, адам массасының 20-дан 13-і су, массасы 75 килограмм, адам денесінде қанша су бар? Ол да дәл сондай. Қысқарады, 5-ке, мұнда 4, мұнда 15 қалады. 15-ті 13-ке көбейтіп, 4-ке бөлейік. 15-ті 13-ке көбейткенде 195 бөлінген 4, ол дегеніміз араласаң айналырсам 48 бүтін 4-тен 3. Келесі үшінші 30 оқушы оқиды, оның 5-тен 3-і қыздар, яғни 30-дан 5-тен 3 бөлігін табамыз. Көбейту. Қысқарады. 18 сыныпта 18 қыз бар екен. 71 есеп. Тиын шамамен 6 жыл тіршілік етеді. Бұл қоянның тіршілік етуге тиісті жасының 5-тен 3-іне тең дейді. Енді бұл 5-тен 3-і 6-ға тең болатын санды табу керек. 6-ға тең. Яғни бөлігі бойынша санды табу деген келіп тұр. Олай болса 6-ны бөлем 5-тен 3-ке. Сонда 6-ны көбейтем, кері саны 3-тен 5-ке, қысқарады, мұнда 2, 10. Сонда қоян 10 жыл өмір сүреді екен. Келесі қант қызылшасының 20-дан 3 бөлігі қантқа айналады. 12 тонна қант алу үшін неше тонна қант қызылшасы керек? Ол да дәл сондай бөлігі бойынша санды табу, яғни 20-дан 3-і 12-ге тең болатын санды табу үшін 12-ні бөлем 20-дан 3-ке.
Бұл дегеніміз 12-ні көбейтем 3-тен 20-ға. 2 қысқарады 4, 80-ге тең болады екен. Келесі үшінші. Бұл да сондай 380-ді бөлем 5-тен 2-ге. Бұл дегеніміз 380-ді көбейтем 2-ден 5-ге деген сөз. 382-ге қысқартсам 190, 190-ды 5-ге көбейтсем 950-ге тең болады екен. Километр. 172-ші есеп. Жаттығуда 80 сөз бар. Жаттығуда барлық сөздердің 4-тен 1-і зат есімдер дейді. Так, зат есімдерді табайық. Бірінші. Барлығы 80 сөздің 4-тен 1 зат есім, яғни 80-ді 4-тен 1-ге көбейтем. 20 сөз зат есім, одан кейін 10-нан 3-і етістіктер. Етістікті табу үшін 80-ді көбейтем 10-нан 3-ге. Қысқаратын екеуі 24. Келесі. Қалғаны әртүрлі сөздер, яғни қалғаны табу үшін 80-нен азайтам. Ана зат есіммен етістіктің қосынсын. Сонда шығады 36. Сонда 36 дегеніміз әртүрлі сөз таптары. Әртүрлі сөз таптары. 73-ші есеп. Тіктөртбұрыштың ені 4,5-тен 1 см. Бұл оның ұзындығының 2-ден 1-інде тіктөртбұрыштың периметрін тап дейді. Енді тіктөртбұрыш мынау, соның ені 4,5-тен 1 сантиметрге тең. Бұл оның ұзындығының 2-ден 1-інде. Олай болатын болса, ұзындығын табу үшін 4,5-тен 1-ді бөлем 2-ден 1-ге. Ары қарай мынаны бұрыс бөлшекке айналдырам. 5-тен 21 бөлшекті бөлу ережесі бойынша кері санын көбейтем. Сонда 5-тен 42. Бұл дегеніміз 8,5-тен 2-ге тең болады. Бұл ұзындығы, енді біз периметрін табу үшін 2 көбейтілген ені мен ұзындығының қосындысы. Мына формуланы қолданам. Орнына қояйық. P тең болады 2 көбейтілген жақшақ ішінде бірінші ұзындығы 8,5-тен 2, ені 4,5-тен 1. Ары қарай мынау 2 көбейтілген 12,5-тен 3 болады. Мынаны бұрыс бөлшекке айналдырсам 5-тен 63, 2-ні 63-ге көбейтсем 126 бөлінген 5. Бұл дегеніміз 25,5-тен 1-ге тең болады. Ары қарай 174-ші есеп. 3 санының қосындысы 324-ге тең. Шартын жазайық. 3 санының қосындысы осында 324-ге тең. Бірінші сан қосындының, яғни қосынды 324-тің 9-дан 4-не тең, яғни санның бөлігін табу 324-ті 9-дан 4-ге көбейтем. 324 пен 9-ды қысқартып жіберейін. Сонда 144 деген сан шығады. Ары қарай екінші сан қосындының 6-дан 1-не тең дейді. 6-дан 1-ге көбейтем. Ол дегеніміз 54-ге тең болады. Енді үшінші сан табу үшін 324-тен 144 пен 54-тің қосындысын алып тастаймын. Сонда 126-ға тең болады. Ары қарай келесі. 675-ші есеп. Марат барлық ақшасының 7-тен 5-не кітап сатып алғанда, оның 50 теңге ақшасы қалды. Алғашқыда Маратта қанша ақша болды дейді. Барлық ақшасының 7-тен 5-не кітап сатып алады. Мысалы, барлық ақшасы деп алайын да. Соның 7-тен 5-не кітап сатып алғанда, оның 50 теңге ақшасы қалды дейді. Мысалы, 7-тен 5-ді 7-тен 5-і мына жер сатып алғанда, жалпы мына барлық ақшасы деп алайық, соның 7-тен 5-не кітап сатып алғанда, оның мына жерде 50 теңге ақшасы қалды.
Енді мына 50 теңгеге сәйкес келетін бөлікті табу үшін 1-ден азайтам 7-тен 5-ті. 7-тен 7 азайтылған 7-тен 5 7-тен 2-ге тең. Яғни мына жерге сәйкес келетін бөлік 7-тен 2. Енді бөлік бойынша сан табу ережесі бойынша 50-ді бөлем 7-тен 2-ге. Сонда 50-ді көбейтем 2-ден 7-ге. 50 мен 2 қысқарады, 25-ті 7-ге көбейтсем 175. Сонда әуелде Мараттың 175 теңге ақшасы болған екен. Келесі екіншісін шығарып көрсетейін. Турист барлық жүруге тиісті жолдың 12-ден 7-сін жүргенде межелеген жерге дейін 85 км қашықтық қалды. Турист неше километр қашықтыққа бару межелеген. Дәл осындай есеп 1-ден азайтам 12-ден 7, яғни мына 85 км-ге сәйкес келетін бөлікті табу үшін 12-ден 12 азайтылған 12-ден 7 тең 12-ден 5. Әрі қарай 85-ті бөлем 12-ден 5-ге. Сонда 85 көбейтілген 5-тен 12 болады. Кері санын көбейткенде 85 пен 5-ті қысқартып 17 болады. 17-ні 12-ге көбейтсем 204-ге тең болады. Есептің жауаптары. Әрі қарай келесі. 676 бөлшектің бөлігін тап. Санның бөлігін табу ережесімен шығарылады. Бірінші 3-тен 2-нің 10-9 бөлігін табу үшін екеуін бір-біріне көбейте қоямын. Мына қысқаратында 3, мына қысқаратында 5, 5-тен 3-ге тең болады. Әрі қарай. Келесі 677-ші есеп. Бұл да бөлі бойынша сан табу тұр. 7-тен 4 16 метрге тең болады сан табу. Бұл үшін 16-ны бөлем 7-тен 4-ге. 16-ны көбейтем 4-тен 7-ге. Қысқарады 28-ге тең болады. Алты жүз жетпіс сегізінші есеп. Жолаушылар машинамен 53 бүтін. Есептің шарт несінде берілгенде қате бар. 58 бүтін 4-тен 3 км сағат жылдамдықпен 4 сағат жүрді. Барлық жолдың 5-тен 4-і тас жол, қалғаны жай жол. Жай жолдың ұзындығын тап дейді. Енді мына жерде жылдамдығы бізде 58 бүтін 4-тен 3 км сағат. Уақыты 4 сағат. Енді жүрген жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. S-тен болады 58 бүтін 4-тен 3-ті көбейтем 4-ге. 58 4-ге көбейтіп 3-ті қосқанда 235 көбейтілген 4. 4 пен 4 қысқарады. Сонда барлық жол 235 км. Барлық жолдың 5-тен 4-і тас жол дейді. Енді тас жол. Барлық жолдың 5-тен 4-і болса 235-ті көбейтем 5-тен 4-ге. 47, 47-ні 4-ге көбейтсем 188. Тас жол 188 км. Қалғаны жай жол дейді. Жай жол. 235-тен 188-ді азайтам. Сонда 47 км. Жай жолдың ұзындығы сонда 47 км болады екен. Әрі қарай. 679-ші есеп. Сынып оқушыларының 5-тен 3-і түрлі үйірмеге қатысады, оның 3-тен 2-сі спорт үйірмесіне қатысады. Сыныпта спорттық үйірмеге қатысатын оқушылардың саны 12, сыныпта неше оқушы бар дейді. Енді жалпы 5-тен сынып оқушылардың 5-тен 3-і түрлі үйірмеге қатысады, оның 3-тен 2-сі банаға. 5-тен 3-тің 3-тен 2-сі спорттық үйірмеге қатысады. Бұл дегеніміз неке қысқарады. 5-тен 2-сі спортқа қатысатындар.
Сыныпта спортқа әйме қатысатын оқушылардың саны мана 12 болса, 12-ні бөлі бойынша санаттауға келіп тұр. 12-ні 5-тен 2-ге бөлем. Сонда 12-ні көбейтем 2-ден 5-ге. Сонда 30. Сыныпта барлығы сонда 30 оқушы екен. 680 есеп. Оқушылар мектеп кітапханасындағы кітаптарды түптеуге көмектесті. Олар бірінші күні түптеуге тиісті барлық кітаптың 7-тен 2-сін, екінші күні 3-тен 1-ін түптеді. Үшінші күні қалған 40 кітапты түптеді. Оқушылар 3 күнде барлығы неше кітап түптеді дейді. Есептің шарты бойынша бірінші күні түптеуге тиісті барлық кітаптың 7-тен 2-сін дейді. Бірінші күні 7-тен 2-сін. Екінші күні 3-тен 1-ін түптеді. Үшінші күні ол белгілі, қалған 40 кітапты түптеді дейді. Бұл белгілі мінеке бөліктері. Енді мына 40 кітапқа сәйкес келетін бөлікті тау үшін бірден, жалпы бәрін бірде боламын, содан 7-тен 2 мен 3-тен 1-дің қосындысын алып тастаймын. Сонда бір аз айтылғаны ортақ бөлім 21, мында 3-тен, мында 7-тен келеді. Сонда 6, 13 болады. Сонда 21, мына 21-ден 13 алғанда 21-ден 8. Яғни мынау 40 кітапқа сәйкес келетін, мына бөлікке сәйкес келетін бөлігі. Сондықтан бөлік бойынша санаттау үшін 40-ты бөлем 21-ден 8-ге. Сонда 40 көбейтілген 8-ден 21 қысқарады 5, 5-ті 21-ге өйтсем 105. Сонда оқушылар 3 күнде барлығы 105 кітапты түптеген екен. 681. Сәкен сатып алған кітап үшін кассирге 500 теңге ақша берді. Кассир оған осы ақшаның 25-тен 3-ін қайтарды. Сәкен сатып алған кітаптың бағасы неше теңге? Барлығы 500 теңге ақша береді кассирге. Кассир оған осы ақша 500 теңгенің 25-тен 3-ін табайым. 500-ді 25 қысқартам. 20 алады, 13-ге өйтсем 60. 60 теңге қайтарады. Сонда Сәкен сатып алған кітаптың қайтарған ақшасы. Мынау кассирге берген ақшасы 500 теңге, мынау қайтарған ақшасы. Сонда кітаптың бағасы неше теңге екенін табу үшін 500-ден 60-ты алып тастаймыз. Сонда 440 теңге бұл кітаптың бағасы. 682 есеп. Шыны құрамының 8-ден 5-і құм, қалғанының 3-тен 1-і әк дейді. Шыны құрамының 8-ден 5-і құм. Шыны құрамының 8-ден 5-і құм. Қалғаны тау үшін, қалғаны бізде 8-ден 3 болады. 1-ден 8-ден 5 алыпсам 8-ден 3. Қалғанының 3-тен 1 әк дейді. Әкті тау үшін сонда қалғанының 3-тен 1-і санның бөлігін тау 8-ден 3-ті 3-тен 1-і өйтім, сонда 8-ден 1. Шыны құрамының қандай бөлігі әк? Сонда 8-ден 1 бөлігі әк болады екен. Келесі, осының екіншісі бар, мына біріншісі. Екіншісі, сынып оқушылардың 3-тен 1 жеңіл атлетикаға қатысады дейді. Жеңіл атлетикаға сынып оқушыларының 3-тен 1. Қалғаны 3-тен 2. Яғни 1-ден 3-тен 1 алып тастасам 3-тен 2. Қалғанның 5-тен 3-і еркін күрес. Еркін күреске қатысатын оқушылар тау үшін қалғаны 3-тен 2-ні көбейтем 5-тен 3-ге. Сонда 5-тен 2 бөлігі еркін күреске қатысады. Қандай бөлігі еркін күреске қатысады? 5-тен 2 бөлігі еркін күреске қатысады. Екінші сұрағы бар ғой. Екінші сұрақ, сынып оқушыларының қандай бөлігі жеңіл атлетика мен еркін күреске қатысады? Бізде жеңіл атлетикаға қатысатын 3-тен 1 және еркін күреске қатысатын 5-тен 2. Сонда 3-тен 1-ге 5-тен 2-ні қосып жіберем. Сонда 15-тен, мында 5-тен келеді, мында 3-тен келсе 6, 6-ға 5, 11. 15-тен 11 бөлігі бұл мана екінші сұрақтың жауабы.
жеңіл атлетикаға да еркін күреске қатысатын оқушылар 15-тен 11. Ары қарай. 683 есеп. Ежелгі грек математика Пифагорден сіздің неше оқушыңыз бар деп сұрағанда, оның мен оқушыларының жартысы математиканы оқып үйренеді, ширегі табиғаттануды оқып үйренеді, және 7-тен бірі үнемі ойланып отырып өткізеді уақытты дейді. Қалғаны 3 қыз деп жауап берді. Пифагордың неше оқушысы болған дейді. Енді мына 3 қызға сәйкес келетін бөлікті табу үшін мына 3-еуін қосам да 1-ден азайтып тастаймын. Сонда 1 азайтылған, мынаның ортақ бөлімі 28, 14-тен келеді, мында 7, мында 4-тен келеді. 3-еуін қоссам 25, сонда 28-ден 3. 28-ден 3 дегеніміз мына 3 оқысыға сәйкес келетін бөлік, сондықтан 3-ті бөлем 28-ден 3-ге, сонда 3-ті көбейтен 3-тен 28-ге қысқартқанда 28 суна, сонда Пифагордың 28 оқушысы болған екен.